Сәлем сіздермен бірге Жаска, және мен бүгін неге нигімді өзгерткенім туралы және неге сонша күн видео шықпаған айтатын болам. Ал сіздер видеоға лайк басып, каналға жазылып, коммент жазып отырыңыздар. Ал олай болса кеткі тұтса. Baby, I don't understand it. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. And the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand it. Так, міне достар, біздің бірінші каткамыз басталды. Так, мен ең бірінші неге нигімді ауыстырған туралы айтып кетейін. Менің қазіргі нигім Жаска, ал бұрынғы нигім Аза Геймер. Аза деген менің атымның бас жағындағы үш әріп, KZ деген Қазақстан деген, как всегда. Ал геймер деген ол игрок деген орысшаға аударатын болсақ, яғни ойыншы. Достар, ал мен неге нигімді ауыстырдым? Өйткені бір орыс Майнкрафтер бар, Агера деген. Оны білетіндер де бар, білмейтіндер де бар. Білетіндер көп шығар деп ойлаймын. Енді сол ол Агера деген не ютубер, оған бір Koenigsegg Agera деген машинаны қалған, сөйтіп сол үшін атын Агера деп қойған. Ал енді кстати, достар, бұл реклама емес, и ол Агера деген ютуберде өте көп подписчик. Достар, так, мынаны слит етіп тастайық та. Так, алдыңғы бірінші каткада мен деген слиция етіп қалдым. Ал енді мынау екінші катка. Так, достар, Агера айтып өткенде, Агера деген ютуберде өте көп подписчик. Және мен ырымдап, яғни короче говоря, бір какой там Агера, Koenigsegg Жаска деген машина көрген ютубтан, и ол әлемдегі ең қатты жүретін машина деп естіген мен оны. Так, 500-ге дейін жетуі мүмкін екен. Енді Жаска деп қойған себебім сол машина әлемдегі ең қатты жүретін машина болған соң, және қалай айтсам екен, подписчигім сол Агеранікі сияқты көп болсын деп ырымдап қойғанмын. Достар, осылай. Ал енді неге соншама күн видео болмады? Менің қолым бос болмады, менің қолым тимеді видео түсіруге. Достар, слиция етіп қалдық, білдеймін. Так, мынау достар үшінші катка, бірақ басқа картада. Так, достар, мен айтып өткенде менің қолым тимеді. Кеше қонақ келген, сол мамаларға енді апарып тасумен, даладағы жұмыстармен қолым тимеді. Сондықтан соншама күн видео шықпады. Даже мына видеоның өзі ертең шығуы мүмкін, өйткені менің интернетім өте слабый. Как бы YouTube'ға соншама
даже бір күннен көп кетуі мүмкін. Сол үшін ертең кетуі мүмкін осы видео. Мен бұны бүгін 30-ында жазып отырмын. Достар, осымен видеоны аяқтайын. Так, міне достар, мен бүгін неге негімді өзгерткенім туралы және неге соншама күн видео болмағанын айтып өттім. Осымен видеоны аяқтайын. Видеоны лайк басып, комментарий жазып кетейік. Каналға жазылып отырыңыздар. Сау болыңыздар достар.